Көрсетуіміз давам етеді. Бақтылаға, сізбенен шәрбетімізді давам етсек, қазір алдыңызда кітап тұрыпты, жаңадан шыққан кітабыңыз болса керек. Келің, сонdan басылайық. Онdan алдында сіздің кітапларыңызды оқығанбыз, әмде бірнеше Қарақалпақ эстрада қосықшыларының қазіргі уақытта хит дәрежеге жеткен, халқымыз жақсы көріп, сүйіп тыңлайтын қосықларына айланған. Келің, солар hakkında сәлбетімізді басылсақ. Рахмет Дастан. Ең дәсілеп, халқымызға жүректеріміздегі ең жақсы тілектерімізді білдіреміз. Сондай жаңа жыл босағасында бізді телетамаша көрерменен, ел халқымызбенен дидарластырған үшін Ассалауму алейкум Қарақалпақстан көрсетуінің дөретушілік жамаатіне өзімнің шексіз миннетташылығымды білдіремен. Ләйім кіріп кетірген жаңа 2026 жыл әрбір инсан үшін, әрбір шаңарақ үшін бір үлкен жетіскендіктерге толы жыл болуына тілектеспен. Дұрыс айттыңыз, менің қолым студияға алып келген кітабым бұл өзімнің авторлығымдағы 4-ші менің анам атамасындағы поэзиялық топлам болып есептеледі. Һәм қазіргі күнде Қарақалпақстан телеканалы арқылы эфирге беріліп отырған Туысқанлық атамасындағы телесериалда біздің қалемізге тиісті Туысқан атамасында қосығымызды халқымызға белгілі қош хавас қосықшы Ильяс Балтабаев тарапынан саундтрек сипатында атқарылып шығылды. Һәм халқымыз тарапынан осы телесериал жылы қабыл етіліп, һәм осы қосық осы сериалды безеп тұрғаннан оға да қуаныштымын. Қандай қосық оқып бересіз? Енді Байрам Написа өлкемізде кезіп жүрген екен, осы темаға байланысты жаңа жыл үкіметлері атамасындағы қосығымды тамаша көйлерге оқып бермекшімін. Мархамат. Ақыл зейін менен қарасақ серлеп, жаңа жылдың молдыр айтар үкіметі. Қонақшыл кеуілдің үйіне төрлеп, адамзатқа жоллар жақсы ниетін. Жүрекке мехірдің сеуіп тұқымын, беккемнейді қалықлардың достығын, тапқан табысыңның беріп жұғымын, күзетер әлемнің уақыты қошлығын. Қанша кеуіллерге бағышлап мейірім, өкпек гейнелерге қалдырмас орын. Өміріміз болғай соныңдай шейрін, деп сүйіп татармыз жаңа жыл тортын. Қайғы дәртлеріңді артта қалдырып, қарсылатар қуаныштың таңларын, басқан ізлеріңе нәзер салдырып, терең ұғындырар өмір заңларын. Әр бірінен жақсы пайдалансын деп, інам етер 365 маржан, інамын бәршеге береді өлшеп, ітібардан шетте қалмас еш інсан. Заманласар айтып, жақсы тілегін, табар бір-бірінің кеуіліне жол, жақсылық деп соғып інсан жүрегі, ағла ниетлерде ұзатылар қол. Рахмет. Бақлаға, сізбенен де сәуетімізді давам еттірсек. Енді сол дөретушілігіңіздегі соңғы жаңалықлардан айтып өтсеңіз, мінекей көбінесе білеміз, сіз туысқанлық хақында, шаңарақ хақында көбірек сол қалем тебіретесіз, солай емес пе? Рахмет жақназа. Дөретушілігім жоғарда кітабымызды шығарғанымыз хақында тоқталып өттік. Соның менен бірге еліміздің білімдендіру дәргайларында өткеріліп атырған көркем әдебиятты үгіт насихатлауға бағдарланған әрқилы рухи ағартушылық ләжларында қатынасып, оқушы жастарды көркем әдебиятқа болған мехрін еледі жоғарылатуға ұмтылып атырмыз. Енді сонымен біргелікте туысқанлық темасы хақында тоқталатын болсам, шынында да туысқан бұл жүрекке жақын инсан, һәм жүрекке жақын сөз болып есептеледі. Һәм сол сөзді естіген уақыттың өзінде жүрегімізде бір жылы сезімдер ұялап, құлағымыз ербең ете қалады. Һәм сол бүгінгі күнде көп инсанлар айтады, алдыңғыдай туысқанлар арасындағы мехір ақыбет, мейірім шапат сәл болса да көтерілген олар арасында дегендей пікірлерді халық арасында жүргенде естіп қаламыз. Һәм дөретуші сипатында парызымыз біздің бұл инсан-инсанға мейірімі дос болып жасау керек дегендей бір идеяларды сіңдіру болып есептеледі. Демек, біздер өзіміздің жақсы шығармаларымызбенен, поэзиялық дөретпелерімізбенен туысқанлар арасында, достар арасындағы көзге көрінбейтұғын татулық һәм мехір жіплері деп аталады. Осындай сезімдерді
еледе бекемлеуге бағдарланған дөретпелерді дөрету болып есептелінеді. Осы бағдарда жоғарыда тоқталып өткен туысқанлық сериалының сценарий авторлары Ләззат Есемұратова, Айбек Төреевлер бізге өтініш етіп, біргелікте сол сериалға арналған сол қаһармандардың кеуіл кешірмелерін ашып беретұғын Лума сериалдың идеясына жақын келетұғын қосық дөреті аласыз ба дегенде ұсыныспенен шықты. Һәм осы себеппенен дөретіліп қалып еді. Осы туысқан атамасында қосығым. Һәм осы қосығымды халқымыз тарапынан жақсы күтіп алғаннан қуаныштымын. Һәм осы орында тілегім туысқанлар, ағайындар арасындағы қарым-қатынастықтар бекем болсын. Хәмеше себебі осы қарым-қатынастықтар қана өмірімізді пайызға бөліп, өмірімізге мазмұн бағышлап, һәм өмірдің көзсал көркем екендігін ұғындырып тұрады деген ниеттемін. Һәм осы орында пікірлерімнің жалғасы сыпатында туысқан атамасында қосығымды тамаша көйлерге оқып бермекшімін. Мархамат. Балалықтан ойнап өскен біз бірге, кіші ватан болды пайызлы ірге, әзиз инсанымсыз жақты өмірде жанға жақын қаналасым туысқан. Жүрек сөзің жүрекке жылы тиер, туысқаншыл кеуіліңді жаным сүйер, бір нанды бөлісіп жеп үлкен үйде мехріңнен нәр алғанман туысқан. Тән алдым жақын сенің қаның, жаның, өмірде ортақ сенің шадлық қамың, қадірлеп әлпешлеймен кеуіл бағын, мен арқа сүйеймен саған туысқан. Жеткермес алдамшы дүнияны қуып, қарым қатынасымыз кетпесін суып, мейірім менен кеуіл гірбіңін жуып, сезімдерді қастерлейік туысқан. Камалға келген біз көркем бір бағда, бір дарақпыз тамырлары тұтасқан, әкеміз, анамыз әдеулі бағман, тәрбияны бірге алдық туысқан. Жүрек сөзің жүрекке жылы тиер, туысқаншыл кеуіліңді жаным сүйер. Бір нанды бөлісіп жеп, үлкен үйде мехріңнен нәр алғанман туысқан. Рахмет. Расында да біздерді көріп отырған туысқанлар болса, көзіне жас келген болса керек, себебі үлкен үй деген сөздің өзін есту, бір нанды бөлісіп жеу деген сөздерді естіген уақытта бәрібір етің түршігіп, көп нәрселер ядыңа түсіп кетеді. Рахмет сізге. Олай болса, сәуетімізді бақылаға сізбенен давам еттірсек, енді сол яғни жастардың бүгінгі күнде сол кітапқа болған қызығушылығы қай дәрежеде? Рахмет, жақсы сұрау болды. Бұл хақында бүгінгі күнде кең жәмешілікте әрқилы пікірлер жүреді. Айрымлары жақсы кітап оқуға болған мехрі жоғарылап атырыпты деген пікірлерді айтып, міне таңлаулар хақында тоқталады. Расында да бұл мемлекетіміз саясатының бір басты бағдарларының бірі болды. Жастарды кітапқұмарлық мәдениетін жетілдіру. Һәм ол хәттегі сол жоғары орындарды иеленгендерге қымбат бағалы машиналардың һәм үлкен бір сауғалардың берілуі бір үлкен мотивация болды деген пікірдемін. Һәм сонымен біргелікте бүгінгі күнде өзім іскерлік алып барып отырған Өзбекстан мемлекеттік дене тәрбиесі һәм спорт университеті Нүкіс филиалында да бұл бағдарда жақсы жұмыстар алып барылмақта. Жақында ғана сол филиалымызда жылдың ең жақсы кітапқұмар студенті таңдауы өткерілді һәм төреші ағзалардың бірі сипатында қатынастым. Һәм әлбетте енді айрым жастардағы сол базы кемшіліктерді ітбарға алмағанда олардың талпыныстары жақсы кеуілді қуандырады. Демек, оларды еледе жол жоба беріп бағдарлай алсақ, жақсы кітапқұмар жастар жетілісіп шығады деген пікірдемін. Сондықтан да бірінші нәубетте орталық үлкен ахметке ие бұл бағдарды. Рахмет. Енді көпшілік шайырлардың, белгілі шайырлардың қосықлары намаға түседі. Сіздің ең бірінші қосығыңыз намаға түскен уақытта, естіген уақытта сол жазған қосығыңыз еледе жанланды ма, ямаса кеуіліңіз толмай қалды ма? Кеуілім толды, расында да, себебі әрбір қосық, мен ойлаймын, әрбір қалем иесінің бір перзентіндей болады. Һәм ең дәсілеп сол белгілі қосықшылардың бірі Бердақ Қалбаев тарапынан менің Қарақалпақша атамасында қосығым намаға түсіріліп, атқарылып шығылды. Һәм қайта-қайта тыңдай бергенмен де, себебі бәрбір басқаша алдын енді сол қағаз беттерінде болып, оны әрқилы орталықта көркемлеп оқып жүрген болсақ, ал енді оған қанатлы қосыққа айналса, бәрбір ол
әрбір дөретушіге еш ilham бағышлары анық. Рахмет, вақтылыға уақытыңызды ажыратып келген үшін және бір мәрте байрам мүбәрек болсын, табыстылар тілейміз.